Ақтөбе облысының батыс аймағында орналасқан Ойыл ауданы ежелден халықтың көп қоныстанған мекені. 2012 жылы тұңғыш рет аудан орталығында екі тілде білім беретін екі ғимаратты мектеп-гимназия ашылды. Мектеп оқу ісінің үздігі Бекмұхамбетова Шарбану Мырзагелдіқызының атына берілді. Шарбану Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназиясында қазіргі таңда 426 оқушы, оның ішінде 14 өзге ұлт өкілі білім алуда. Өреңдердің сапалы білім алу үшін 60 мұғалім аянбай еңбек етіп жүр. Мектебімізде басым бөлігі жаңалықты жатсынбай қабылдайтын жас ұстаздар болса, сонымен қатар ұзақ жыл ұстаздық еткен тәжірибелі мамандар да баршылық. Бұлар білім саласындағы үздік жетістігімен танылған жандар. Бір шаңырақтың астында еңбек өнімділігін еселеп отырған ұжым қызметкерлердің ауызбіршілігі көпке үлгілі. Жан-жақты ғылыми терең білімді, жоғарғы педагогикалық шеберлік пен саяси моральдық қасиет тоғысқан парасатты мінез құлықты иелерінің арқасында мектебіміздің мерейі асқақтап, облыстық, республикалық деңгейдегі түрлі сайыстарда топ жарып, асқар асуларды бағындырып келеміз. Атап айтар болсақ, 2013 жылы облыстық үздік мектеп 2013 және 300 мың теңге сыйақы иеленді. Облыстық ең үздік мектеп асханасы байқауынан 3-ші дәрежелі диплом. 2014 жылы облыстық үздік мектеп мұражайы, аймақты абаттандыру ісі бойынша үздік білім беру ұйымы байқауына алғыс хатымен марапатталдық. 2014, 2015, 2017 жылдары қатарынан аудандық деңгейде үздік мектеп атағын жеңіп алдық. 2016 жылы үздік кәсіподақ ұйымы 2016. Білім және ғылым министрі Жұмағұловтың мектеп ұжымына деген алғыс хатын 2018 жылы облыстық спорттық сайыстан үздік спорттық жоба номинациясымен 8 миллион теңге сертификатын еншіледік. Мектеп-гимназиясының жетістігі сапалы білім нәтижесімен де көрінеді. Соңғы 3 жылдық ОБД көрсеткішінің аудан бойынша жоғары деңгейде көрінуі сапалы білімнің айғағы. Мектеп-гимназиясының биылғы ең жоғары жетістігі ең үздік аудан мектебі атағын иеленіп 1 миллион теңге сыйақы алды. Сонымен қатар ауыз толтырып айта кететін жайт, мектеп-гимназиясына қазір заман талабына сай әр пәнді терең үйретуге мүмкіндік беретін модификациялық оқу бөлмелері химия, физика, биология секілді кабинеттермен жабдықталған. Мектеп жүрегі мұғалім. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мектептің келбеті, яғни өрлеуі де құлдырауда ұстаздар қауымына тікелей байланысты. Мұғалімдеріне қарап, мектептің қандай екенін топшылауға болады десем, артық айтқаным болмас. Бұл тұрғыда біздің мектеп-гимназияда мақсат мүддесі ортақ, бірлігі мықты, достығы берік, ортақ мақсатқа жұмылған, тілегі бір жандар топтастырылған. Ендеше біздің мектептен қанат қаққан жастардың болашағы жарқын, жүрер жолы даңғыл болады деген сенімдеміз.